және де достар, бүгінгі бейнероликте сіздерге Lost Awakening деген ойынды көрсететін боламын. Яғни сіз бұл жақта ойын ойнап ақша таба аласыз. Ол үшін ойынға кіреміз. Legend of Constantius егер дұрыс оқысам. Кіресіздер, бұл жақта яғни персонаждарды сатып аласыздар. Персонаждарды сатып алған үшін сізге бұл жақта ақша табыс табатын болды. Сіз қазір сәтте музыка шығып жатыр, дауысын өшіріп тастайық. Окей дегенді басамын. Яғни бұл жақта обновление болып жатыр. Бірінші баста кірген кезде сіздер регистрация жасайсыздар. Регистрациясын тоже ссылкасы бәрі описаниеда тұрады. Кіресіздер, логин, пароль жазасыздар, одан кейін өздеріңіздің аккаунттарыңызға кіретін боласыздар. Мен міне кірдім. Мынақты switch аккаунт окей дегенді басамын. Логин. И мына жақта мен өзім регистрация жасап саламын. Сіздер регистр дегенді басасыздар. И мына жақта 12 сан, интерком, паспорт бәрін жазып шығасыздар. Одан кейін X басамыз. И логинді басамыз. Мына жақта регион Казахстан дегенді таңдайтын боламын. Және де мына жақта номерді, өзімнің номерімді жазатын боламын. Мына мен жаздым, енді Enter Game дегенді басамын. Мына логинға кіріп жатыр. 100% болды. Яғни достар, бұл жақта сіздер ойын ойнайсыздар, плюс ақша табасыздар. Өте керемет нәрсе негізі. И мына жақта аккаунт дегенді басамыз. Оқысаңыздар болады, неге жалпы мына жақта систем, февраль, яғни обновление болып жатқандарды көріп отырсаңыздар болады. Мына жақта сіздер challenge дегенді бассаңыздар болады. Және де hero, profit дегенді басамыз. Яғни profit бұл өзіміздің немізден, аккаунтымыздан профит алып отырамыз. Claim 432 басамын. Мына жақта өзіміз достарым шақырсақ болады. 432 ASTR, яғни 1-2-2 USDT 567 теңгемен тең болады. Confirm дегенді басамын. Біздің шотымызға келіп түсті. Так болды. Claim L дегенді басамын. Яғни 24 сағатта бірлет беріліп отыратын болады. Және де бұл жақта обучение болады кірген кезде. Бірінші басасыздар, мына wallet дегенді басамыз. Және де swap. Максимальный, яғни 24-32-ні біз USDT-ға ауыстырамыз. Енді бұны біз өзіміздің кошелегімізге шығара аламыз. Withdraw дегенді басамын. И мына жақта максимально $10 шығара алады екенбіз, өкінішке орай. Сондықтан қазір сәтте бізде жетпей тұр болған. Достар, жетпей тұр, яғни кейін оны шығарып көрсететін боламын. Максимально деп бассақ $10. Continue деп бассақ бізде қазір сәтте минус $1 болып тұр екен. Сондықтан біз шығара алмайды екенбіз. Каспи голдта қоямыз. И мына жақта жазсақ болады. И все, біз шығарсақ болады достар. Яғни өте жақсы нәрсе. Мен қазір сәтте шығармайтын боламын, ойынды көрсететін боламын. Так, мына жақта арена деген бар. Ең бірінші, мына жақта арена кіріп, өздеріңіз ойнасаңыздар болады. Так, артқа шығайық. Мысалы, Пандрон деген бар. Таңдасаңыздар болады. Енді бұл жақта тоже сатып алу керек. Франц деген бар. Көресіздер өздеріңіз ойнап, сосын мына жақта майнит етсек болады. Ең бастысы, claim деген басамыз. Бізге берілді, конфрин. Артқа өтеміз, достар. Мына жақта аренаға қайтан кірейік. Ол жақта қазір біз ойын ойнайтын боламыз. Так, награмыз. Так, нагрик. Все. Біз қазір бастайтын боламыз. Челленджден басамыз. Окей. Біздің қазір қараңыздар 4 персонаж бар. Біреу мынаны қоямыз. Так, артқа мынаны қоямыз и мынаны қоямыз. И окей дегенді басамыз. Челлендж. Қайтан басамыз. Окей.
Все, мына достар, ойын бізде басталды, енді күтетін боламыз. Отам отпаймын. Ну, скорее всего, біз отылдық. Біз отылдық, достар. Бірақ та даже удар да берілмей жатыр бұл жақта. Әне. Дым пайда түспеді. Біз отыл қалдық, достар. Аренада. Ну, бізге очко берілді. Өйстіп, достар, сіздер өздеріңіз ақша жинайтын боласыздар. Так, окей деген басамыз. Start battle. Уже басқа адамдар. Все, достар, мұны біз алдық. Тағы да енді артқа қайтайық. Close деген басамыз. Назад. Яғни осылай, достар, сіздер ақша тауып отырасыздар. Одан кейін email, почта деген бар, invite code деген бар, яғни өздеріңіз адамдар шақырып жібере аласыздар. И email деген нәрсе бар, тоже бұл жақта claim дегенді басып отыр. Өздеріңіз көріп отыра аласыздар. Біздің қазір счетымызда $10, $0.68 болыпты. Енді бұны шығарсақ болады, бірақ та қазіргі сәтте емес. Мына көріп отырық. Осылай жасап отыра аласыздар. Және де бұл жақтан гульт деген бар. Яғни ол жақтан қарап отырып, бір нені алып отырамыз. Мынаяқта чемпион деген бар. Яғни мынаяқта тоже старт челленджі арқылы отырып, ақша тауып отыра аласыздар. Мынаяқта өздеріңіз геройларыңызды көрсетіп тұратын болады. Профит деген бана айтып кеткен, осы профитіміз, яғни күнделікті ошқан табыс тауып отыратын жер біздің. Бұны қазір сайтына claim дегеннен бассақ, тоже біз алатын боламыз. 2-4 claim болды. И бұларды біз ақшасын шешіп отыра аламыз, достар. Бұл өте жақсы ойын, негізі кіру ойнап көрсеңіздер болады. Бұлай наны бассақ болады, Continue. $2 сатып алсақ болады екен. $18 суммон дейді. Біз бір не сатып алдық, өте керемет. Осылай, достар, көрсеңіздер болады. Сіздермен Покемон келесі көріскенше.